Жамбылдық ұстаздар шерхантану арнайы курсынан өтті. 2 күнге созылған шараға облысымыздан 60-қа тарта мұғалімдері қатысты. Ғылыми әдістемелік семинар бүгін қорытындыланып, белсене қатысқан ұстаздар марапатталды. Қазақтың заңғар жазушысы, кәсіби журналист Шерхан Мұртазаның ұлт руханиятына қосқан үлесі өлшеусіз. Қаламгердің шығармалары бүгінде қазақ әдебиетінің тұмарына айналды. Яғни өскелең ұрпақтың өз өлкемізден шыққан жазушы туралы білуі міндетті. 2 күнге жалғасқан әдістемелік семинардың көздегені де осы. Ұстаздар білімін жетілдіріп, жастар арасында Шер ағаның еңбектерін кеңінен насихаттау. Бұл семинардың меніңше мұғалімдерге берген кәдімгі қызметі, пайдасы өте мол деп ойлаймын. Өйткені егер де біз Шер ағаңды тани білсек, Шер ағаның бойында ұлттық қасиетті келер ұрпақтың бойына сіңіріп білетін болсақ, бұл сондай ұлт жанды азаматтың қалыптасуына үлкен ықпал жасайтын тұлға. Ұстаздар бас қосқан семинарда Шерхан Мұртазаның шығармашылығы мен жазушыға қатысты деректер айтылды. Оқыту курсы арқылы жаңашылдық пен кәсіби біліктілігін арттырғандардың бірі Роза Мырзахметова. Ол Байзақ ауданы Юрий Гагарин орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Үлкен шерхантану курсының семинарында біз үлкен әрине мағлұмат алдық деп айта аламыз. Бұл мағлұмат қана емес, шерхантануды, Шерхан ағамызды бұрыннан да біліп, ол кісілердің шығармаларын оқып жүрген ұстаздармыз. Дегенмен де ол кісінің тек жазушылық, журналистік қана қырынан танитын болсақ, бұл курста үлкен қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері екендігін, яғни оның басқа да үлкен қырларынан біз тани білдік. Ғылыми әдістемелік семинар соңында ұстаздарға арнайы концерт ұйымдастырып марапатталды. Айта кетейік, осы сынды курстар алдағы уақытта да өз жалғасын тап. Шоқан Несіпбек, Лесіпбек Әбдіжаппар, 77 News.